как раз осы мамыр айында өтетін бөлім Шахимардан Құсайновтың Томирис пьесасы барымызға белгілі. Біз алдымен мен кез келген сабақта өтпес бұрын фильмді көруге ссылка жіберемін. Өйткені бұл Ахан Сатаевтың белгілі Томирис киносы алдын бала көреді. Көргеннен кейін өзі түсінік пайда болады. Не екен? Тарихта ол өтіп болған 5-ші класста. Томиристі 5-ші сыныпта оқып қойып тарихи тұлғасын. Ал біз әдебиетте 10-ші сыныпта өтеді екенбіз. Ары қарай келейік, оқыту мақсаттары 11-1-1 әдеби шығарманың сюжетті композициялық құрылысын талдайды, идеялық мазмұнын терең түсінеді. 12-1-1 әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдайды. Біз әрине оқыту мақсаты СМК еду кезеттен алатынымыз білеміз. Соған сәйкес сабақ мақсаты терең түсіну арқылы идеялық мазмұнын талдайды. Шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан әр мұғалім шеберлігіне қарай түрлі тәсілмен қолдауға болады. Абыз былай талдаймыз. Әңгіменің тұтастық бірлігін сақтайды, суреттейді, баяндайды және шегін саққа бұрылады. Ойлау дағдысы әрине жоғары деңгей, оның ішінде талдау деңгейі. Келесі. Көріп отырсыздар, бізде педагогтың әрекеті алдымен бізде топқа бірігеміз, бізде көп біз оқимыз ғой, топқа бөлеміз деп, на самом деле ешкім бөлінбейді. Топқа біз оқушыларды біріктіреміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші, төртінші топқа. Сонда біз 3 топқа біргенде рандон әдісімен 3 топқа бірген мен оқушыларым. Ол интербелсенді тақта арқылы жүзеге асады ресурсы. Келесі. Жұмыс түрі әрине жеке болады. Бірінші тапсырмамызда шын жалған кесте әдісі, ол тарихта да, ол Русавиттерде бар қолданады ғой. Осы кесте ең оңай және балаға түсінікті болады. Не істейді бала ол жерде? Кестеден шын жалған ақпараттарды тексереді. Екі, интербелсенді тақтада не көрсетіледі? Өзін-өзі бағалағанда бағдаршам әдісімен жалсыз жанса әрине біз білеміз, жолдан өткенде де ешқандай қиындық болған жоқ балада, яғни адамда. Сары түс кейіпкерлер толық таба алады, ал қызыл түс ол уже сигнал. Мен шатастым деген мұғалімге берілген сигнал. Ал бізде көп педагог ол жерде қызыл түске мән бермейді. На самом деле ол бала уже сигнал беріп тұр. Мен ана жерде таба алмаймын деп. Бірінші қосымша шын жалған кестесі беріледі ресурс ретінде. Оқыту мақсатымен сәйкес, осыған сәйкес сабақ мақсаты шығады. Келесі жеріміз. Бізде кестені толтыр әдісі саралаудың бізде 6 тәсілі бар. Соның қарқын тәсілін мен инклюзив оқушыны мен 2 түрлі қабылдаймын. Кейінде айтқан дарынды оқушы инклюзив оқушы, яғни осы қалып тапсырмаңыздан жоғары тапсырманы күтеді. Және сол үлгермейтін оқушы бізде ол да инклюзивте шығады. Өзін-өзі бағалау жетістік баспалдағы арқылы түсінбедім, аздап түсіндім, жақсы түсіндім, өте жақсы түсіндім. Осылай бағаланады. Қосымша интербелсенді тақтада кестені толтыр әдісімен көрінеді. Дескриптор мынау, пьесаның композициясын талдай алады, пьесаның басталуын анықтай алады, ол бала пьесаның көрсете алады, шиеленісін анықтайды, шарықтау шегін көрсет, шешімін табады. Ал ЕББ оқушы қалай беріледі? Тапсырманы ол елестету арқылы қабылдайды, өйткені зияты тежелген оқушы шығарманың композициялық алданған нұсқасын сәйкестендіріңіз. Шығарманы берем, суреттермен композициялық және талдау нәтижесін берем, сәйкестендіріп береді. ЕББ оқушының бізде берілген тапсырманы төмендегі шарты бойынша орындайды, пьесаның композициялық талдау нұсқасын тек сәйкестендіреді. Но дескриптор бізде одинаковый, и балл тоже бізде бірдей жүріп отырады. Төмендегі балды соңында шығарамыз. Бізде қосымшада не көрінеді? ЕББ тапсырманы елестету арқылы қабылдайды. Міне оның несі қосымшасы. Ал пьесаның композициясын, талданған нұсқасын сәйкес соңында жауапты өзі көреді ЕББ оқушы. Келесі. Жеке білім алушы, яғни дарынды балада инклюзив қой. Оған не береміз? Анау қалыпты оқушы, анау төмен оқушы инклюзив, үлгермеуші, мынау дарынды. Үзіндінің сюжеттік құрылысына қарай талдай алады. Жеке білім алушы, дарынды бала бізде көп видео ғана болады сыныпта. Үзіндінің сюжеттік құрылысына қарай талдайды. Одан кейін ол жерде кесте беріледі, ол жерде нақты көріністер одан пайда болады. Келесі жұмыс түрі үштік жұмыс. Топтыққа біріккен адамдар бізде үштік жұмыста енді бірігеді. Топтың ішінен трио болып, 4 сөйлем әдісімен саралаудың тапсырма арқылы саралау тәсілі етеді. Шығарманың идеясын 4 сөйлем әдісі негізінде түсіндіріп береді. Дескриптор мынау. Бір пікірді бір сөйлеммен дәлелдейді, өмірмен байланыстырады. Мұның функционал сауаттылығы осы жерден көрініс табады бізде. Мысал келтіреді, оны қорытынды ойғып жазады. Өзара бағалау комментарийлер әдісі, яғни шынымен де 4 сөйлем жаза алды ма, бірінші сөйлем дәлелдей алды ма, өмірмен байланыстыра алды ма, мысал келтіре алды ма, қорытынды ой жаза алды ма. 4 сөйлемнің 3-еуін жаза алды ма, 2-еуін жаза алды ма, бір-біріне комментариймен нақты дескриптор негізінде бағалайды. Интербелсенді тақтадан 4 сөйлем кестесі деген үлкен схема шығады.
Келесі. ЕБПХ оқушы не істейді? Елестету арқылы суреттер негізінде шығарманың идеясын түсіндіреді. Өйткені бізде оқыту мақсаты сондай болған. Бұл жерде біз оның дескрипторы суреттер негізінде шығарманың идеясын түсіндіреді. Келесі. Және мына жерде мына Томирис айтатын үш байлық бар. Бәріміз білеміз: көк аспан, сары дала, жусан. Осы үш байлық сол заманда Қазақстан даласы, қазіргі Томирistің басқарған даласы ғой, сол бізден қалған Қазақстанның сол ұрпақтарымыз ғой. Сол кімдер сақтардың. Міне көк аспан оларда байлық саналған екен. Сары дала, яғни жер, және жусан. Осы үш байлық оларда ең үлкен байлық болған екен. Соны байланыстырып айтады. Жеке білім алушы, яғни дарынды. Бұл не істейді? Төрт сөйлем әдісінде мысал келтіреді, қорытынды ойды жазады. Міне осыған өз несін келтіреді ойын. Бұл сақтау жазу керек бұл бала уже. Келесі. Жұмыс түрі топтық, енді келесі әңгіме кестесі әдісі. Саралаудың диалог және қолдау тәсілі көрсетіледі. Шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдайды. Мынаны қалыпты оқыша жасайды. Кері байланыс қызыл түс, сары түс, жасыл түс көңіл күй букетімен беріледі. Қосымша әңгіме кестесі тағы беріледі. Келесі. ЕБПХ оқушы не істейді? Тапсырманы елестету арқылы орындағандықтан топтың талдап болған қалыпты оқушы талдап болған кестесіне түсіндіреді. Значит, ол уже в группе все работает. Топтың талдаған кестесін түсіндіріп өтеді біздің инклюзивті оқушымыз. Ал дарынды бала тағы инклюзив ол не істейді? Тарих пен шығармада оқиғаның арасында қандай байланыс бар? Яғни 5 сыныпта өткен тарих пен 10 сыныптағы әдебиеттің арасында қандай байланыс бар? Екі пәнді кіріктіре отыра өз ойыңызды үш сөйлеммен жеткізеді. Үш ойды үш сөйлеммен жеткізеді. Мынау оның дескрипторы. Келесі. Енді өтпек болған. Кері байланысқа нысан әдісі қолданылады. Томирис пьесасынан алған біліміңізді нысанаға түсіріңіз. Шығарманы түсінеді, талдайды, салыстырады, өз пікірін білдіреді. Өзін-өзі бағалау уже, әркім өзі үшін баға қояды. Кері байланыс нысана әдісі көрсетіледі. Үй тапсырмасына бізде көтере беріңіз. Жаңағы Томирис киносын көреді. Енді мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры Алматыдағы түсірілген пьесасы бар, ютубта тұр. Міне, мен фильмін до сабаққа дейін көрсеттім, көріп келді. Сабақта мен сабақ өттім. Олар үйде не істейді? Спектакль көреді. Және Болат Жандарбековтің «Сақтар» тарихи роман диалогиясының Томирис атты бірінші кітабы туралы жазылған мақаланы оқып келіңіз. Қойылым мен мақалаға салыстырмалы талдау жасаңыз. Бұл үй тапсырмалары, кейінгі оқу, алдыңғы оқу бізде үй тапсырмасын сұрау еді. Салыстырмалы талдау жасап келеді. Дескрипторлары міне пьесаның жаңа спектакльдің ссылкаға береді. Басқа ешқандай ссылкаға бермейді. Осы ссылка бойынша жүреміз. Көтере беріңіз. Ресурстар. Бағана бірінші тапсырма айтқан міне шын жалған әдісі. Бірінші тапсырма келесі. Кестені толтыр. Міне композиция талдаудың кестесі келесі. ЕБПХ оқушының тапсырманы елестету арқылы міне осыны салыстырады. Келесі. Дарынды бала не істейді? Сюжетті талдайды, жазады. Келесі. Шығарманың идеясы төрт сөйлем әдісімен міне төрт сөйлем жазады. Bir адам бірақ сөйлем жазуы мүмкін. Жақсы білген екі адам максималды кете біледі ғой, төрт сөйлемге жету керек. Келесі. Дарынды оқушы не істейді? Осы жердегі үш қазынаның суретін салады. Көк аспанды, сары даланы, жусанды, өз критерий тағып. Келесі. Міне ол көк аспан, сары дала, жусан. Неге именно жусан? Өйткені жусан шынымен де байлықтың көзі екендігін тарихтан, географиядан, биологиялар өте жақсы біледі. Именно осы жусанның елестету арқылы функционал сауаттылығын қазірде жусан бізде емдік қасиеттегі жоқ қой, соны дәлелдеп өтеді. Келесі. Шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдаңыз. Міне тұтастық бірлігін суреттеу, баяндау шегінісі. 8-ші осынша нысана, яғни біздің жаңағы кері байланысымыз пьесадан алған білімімізді нысанаға түсіріміз. Домалақ. Астында бар еді отан. Осыған түсіреді. Сары дама, жасыл дама, көк тема қай жерде өзінің білім деңгейлері. Үй тапсырма міне пьесаны көру және Болат Жандарбековтің «Сақтар» тарихи роман диалогиясының бірінші кітабын, мақаласын оқып келу. Міне сілтемелер, сонда бала ешқайда кірмейді. Түгел біздің ссылкамен жүріп отырады. Міне осындай.